Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз импульстің сақталу заңы деп аталады. Импульстің сақталу заңы физикадағы ең маңызды заңдардың бірі, өйткені бұл универсал заң. Физиканың кез келген бөлімінде бұл заңды қолдануға болады. Бүгінгі сабақтың мақсаты бір өлшемдегі екі линия арасындағы серпінді және серпінсіз өзара әрекет етуді қоса алғанда жеткілікті деңгейдегі тапсырмаларды орындау үшін импульстің сақталу принципін қолдану. Осы сабақ арқылы жететін оқыту мақсаттары: алдыңғы сыныптардан дене импульсінің анықтамасын, дене массасы мен оның жылдамдығының көбейтіндісі екендігін еске түсіру. Күш импульсы дене импульсінің өзгеру өлшемі болып табылатындығын алдыңғы сыныптардан есімізге түсіреміз. Алдыңғы сыныптардан импульсің сақталу заңын есімізге түсіреміз. Алдыңғы сыныптардан бір кеңістіктегі екі линия арасындағы серпінді және серпінсіз соқтығысуларды қоса алғанда қарапайым есептерді шығаруда импульстің сақталу заңын қолдану, идеяларды еске түсіру және қолдана білу. Біріншіден, біздер бүгінгі сабақта қолданылатын терминологиялық сөздіктерді мен сіздерге бердім. Әр ноутбукта жазылған, сондықтан қарап алайық, танысып. Осы сөздерді біз сабақ барысында қолданамыз және импульстың сақталу заңын тереңірек түсіндіруге осы терминдердің көп көмегі тиеді. Каждый школьник знаком теперь с истинами, за которые Архимед отдал бы жизнь. Осы цитатаны мен қазақшаға аудардым. Қазіргі уақыттағы әрбір оқушының білетін ақиқатына көз жеткізу үшін ұлы ғұлама Архимед өмірін қиюға дайын болатын. Алдыңғы сабақтарда дене импульсы және күш импульсы деп аталатын физикалық шамалармен танысып, ол шамалардың денелердің немесе бөлшектердің өзара әсерлесу құбылыстарын тереңірек түсінуге мүмкіндік беретініне көз жеткіздік. Бүгінгі тақырыпты қарастырмастан бұрын сол шамаларды еске түсіріп, ұсынылған тапсырмаларды орындау арқылы ойымызды жинақтайық. Дененің импульсы, қозғалыс мөлшері дегеніміз, дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісіне тең векторлық шама. Дене импульсы дененің жылдамдығының бағытымен бағытталған вектор. Формуласы P тең mv. Сіздің көріп отқан суретіңіз бұл Рене Декарт, француз философы, математик, физик, және физиологы, қозғалыс мөлшерінің сақталатыны туралы алғаш рет мәлімет берді. Ғылымға күш импульсы ұғымын енгізді. Енді қысқаша мынандай сұрақтарға жауап беріңіздер. Дене импульсы дегеніміз не? Дене импульсінің формуласы? Халықаралық бірліктер жүйесінде дене импульсінің өлшем бірлігі қандай? Тұйық немесе оқшауланған жүйелер деген қандай жүйелер? Жалпы бір өте қарапайым сұрақтар, сондықтан баршаңыз да дұрыс жауап беріп жатсыздар. Өте жақсы. Қай дененің импульсы көп? Әрине бұл жерде көрініп тұр. Жылдамдықтары бірдей болғандықтан, қайсының массасы көп, сол дененің импульсы көп. Өте дұрыс жауап. Мынау керісінше сұрақ. Яғни массалары тең денелердің қайсының жылдамдығы көп, сол дененің импульсы де көп. Енді алдарыңыздағы ноутбукты ашып, мына тест сұрақтарына тез-тез жауап беріңіздер. Жалпы бұл орташа деңгейдегі есептер, сондықтан бұл тестке жауап беру уақыты шектеулі 7-8 минут.
Осы тест сұрақтарына жауап бергенде 5-ші сұрақ сіздерге қиындау түсуі мүмкін, сондықтан осыны қарастырып жіберейік. Бұл жерде екінші нұсқаның 5-ші сұрағы. Бұл жерде бізде 0,2 секунд уақыт мезетіндегі жылдамдықтар деп тұр. Сондықтан қазір сіздер туынды математикадан туынды тақырыбын өттіңіздер. Сондықтан біздер 2 секундтағы жылдамдықты табу үшін біздер мына формулаға 0,2 секунд уақыт қоямыз да дұрыс жауабын таба қоямыз. Бірінші нұсқадағы 5-ші сұрақ. Онда координатының бірінші туындысын тауып жылдамдықты табамыз да уақыттың мәнін қойып жылдамдықты табамыз. Содан кейін дененің импульсын табамыз. Массасы берілген. Неліктен деген сұрақтарға жауап берейік. Үлкен жылдамдықпен ұшып келе жатқан футбол добын ойыншы аяғымен немесе басымен тоқтата алады. Ал өте жай қозғалып келе жатқан вагонды адам тоқтата алмайды. Егер столға жайылған қағаз үстіндегі суы бар графинді жай тартсақ, графин қағазбен бірге қозғалады. Егер қағазды жұлқи тартсақ, графин стол үстінде қалады да қағазды біз жұлып аламыз. Теннис добы адамға тисе ешқандай нұсқан келтірмейді. Бірақ массасы әлде қайда аз, ал жылдамдығы көп. Оқ тисе өлімге әкеліп соқтыруы мүмкін. Осы сұрақтарға жауап беру үшін біздер мынандай видеоны қарап жіберейік. Дене қозғалысының үдеуі бір жағынан жылдамдық өзгерісінің уақытқа қатынасы, ал екінші жағынан Ньютонның екінші заңына сәйкес денеге түскен күштің сол дененің массасына қатынасы екені белгілі. Осыдан шығатыны F дельта Т тең М дельта В. Дене массасын өзгермейді деп есептесек, онда F дельта Т тең болады М дельта В. Немесе дельта МВ. Соңғы теңдеуден шығатыны F дельта Т шамасы күш импульсына тең деп аталады. Ал МВ шамасының дене импульсы екенін білеміз. Сонда күш импульсының дене импульсының өзгерісіне тең болатыны көрініп тұр. Яғни, денеге дельта Т уақыт F күші түскен жағдайда дене импульсы дельта П шамасына өзгереді. Масса өзгермегендіктен бұл жерде өзгеретін шама жылдамдық. Көріп отырғанымыздай, дене жылдамдығының өзгерісі денеге түскен күшпен қатар сол күштің әсер ету уақытына да тәуелді. Егер түскен күш мәні өте көп болып, бірақ денеге өте аз уақыт әсер етсе, күш импульсінің шамасы да аз болмақ. Сондықтан мұндай жағдайда дене жылдамдығы көп өзгермейді. Басқаша айтқанда, дене жылдамдық алып үлгермейді. Ньютонның екінші заңы осы түрде алғаш рет қабылданған. Келесі мысалдарда жоғары айтылған теориялық мәліметтерді дәлелдейміз. Бірінші тәжірибеде су құйылған бөтелке арбаша үстіндегі бір парақ қағаз үстінде тұр. Егер қағазды жай тартсақ, яғни әсер ету уақыты көп, бұл жағдайда арбаша мен бөтелке қағазбен бірге қозғалады. Арбашаны итереміз, тартамыз. Менің қолымның әсер ету уақыты көп, сондықтан осы жүйені қозғау үшін жеткілікті. Ал егер мен қағазды жұлқып тартсам, онда әсер ету нәтижесі мүлдем басқаша болады. Мен қағазды жұлып алдым, арбаша мен бөтелке өз орнында қалып қойды. Өйткені күш көп болғанымен әсер ету уақыты аз, яғни күш импульсы аз. Ал күш импульсының дене импульсының немесе дене жылдамдығының өзгерісіне тең екенін ескерсек, арба мен бөтелке жылдамдық алып үлгермейді. Тәжірибені тағы да қайталаймыз. Міне, жай тартсақ уақыт көп, сондықтан арбаша қозғалады. Жылдам тартсақ, арбаша орында қалып қояды. Осындай тәжірибелерді үйде де жасауға болады. Мысалы, столдағы кішігірім дастарханға су құйылған графинді қойып, дастарханды жұлқып тартсақ, графин столда қалып қояды. Енді екінші тәжірибені қарастырайық. Жіпке ауыр жүк ілінген.
жүктің астыңғы жағына тағы да 2 жіп байланған. Егер астыңғы жіпті жұлқи тартсақ, онда әр уақытта астыңғы жіп үзіледі. Себебі әсер ету уақыты аз болды да, сәйкесінше күш импульсы де аз болды. Жүк жылдамдығын өзгертуге үлгермей қалды. Ал күшке келетін болсақ, астыңғы жіпке, үстіңгі жіпке қарағанда күш көбірек түсіп тұр. Үстіңгі жіпке түсетін күш жүктің салмағы ғана. Егер астыңғы жіпті жайлап тартсақ, онда жоғарғы жіп үзіледі. Өйткені жүкке әсер ету уақыты көбейді, сондықтан жүк төмен қарай жылдамдық алып үлгерді. Жіптің керілу күші жоғарғы және төменгі жіптерде бірдей. Екінші жағынан жоғарғы жіпке жүктің салмағы түседі, сондықтан жоғарғы жіп үзіледі. Енді импульстың сақталу заңын тағы да есімізге түсіретін болсақ, 9-ші класста оқыған, біріншіден әуелі 2 денеге қатысты импульстың сақталу заңын қарастырайық. 2 дененің әрекеттесуге дейінгі импульстарының векторлық қосындысы сол денелердің әрекеттесуден кейінгі импульстарының векторлық қосындысына тең. Яғни 2 дененің мына жерде қарама-қарсы келе жатыр, импульстары әртүрлі. Соқтығысқаннан кейін олардың жылдамдықтары өзгереді, масса өзгермегенмен, сондықтан импульстар да өзгереді. Бірақ импульстардың соқтығысуға дейінгі қосындысымен, векторлық қосындысымен, соқтығысудан кейінгі векторлық қосындысы тең болады. Импульстың сақталу заңы тек 2 дене үшін ғана емес, тұйық жүйе құрайтын шексіз көп денелер үшін де орындалады. Яғни тек бір-бірімен өзара әсерлесетін денелердің, тұйық жүйе құрайтын денелердің импульстарының векторлық қосындысы денелер қандай күшпен әсерлессе де өзгеріссіз қалады. Төмен келтірілген суреттерде біздер осы жағдайлардың барлығында да біздер импульстың сақталу заңын қолданып есептей аламыз. Импульстың сақталу заңының теориялық дәлелдемесі. Біріншіден, 2 дене үшін әрекеттесу денелердің массаларын М1 және М2 әріптерімен белгілеп, әрекеттесуге дейінгі жылдамдықтарын В1, В2 әріптерімен, әрекеттесуден кейінгі жылдамдықтарын V1', V2' әріптерімен белгілейміз. Ньютонның 3-ші заңына сәйкес, денелерге түсетін күштердің модульдері тең, бағыттары бір түзудің бойымен қарама-қарсы бағытталған. Сондықтан F1 векторы тең минус F2 векторына. Ал Ньютонның 2-ші заңына сәйкес, күштердің мәндерін орнына қоятын болсақ, MA1 тең минус MA2. Енді деудің анықтамасына сәйкес формуласы A1 тең V1' минус V1 бөлінген Т, A2 тең V2' минус V2 бөлінген Т. Әрекеттесу уақыттары тең, сондықтан 3-ші және 4-ші формулаларды ескерсек, шығатыны M1 V1' минус V1 бөлінген Т тең минус M2 V2' минус V2 бөлінген Т. Осыдан Т-ларды қысқартып жіберіп, M1 V' минус M1 V1 тең минус M2 V2' плюс M2 V2. Немесе M1 V1 плюс M2 V2 тең M1 V1' плюс M2 V2'. Яғни бұл жерде импульстік сақталу заңын біздер дәлелдеп отырмыз. Өрнектің сол жағындағы тұйық жүйе құрайтын денелердің әрекеттесуге дейінгі импульстарының векторлық қосындысы болса, ал оң жағында әрекеттесуден кейінгі импульстарының векторлық қосындысы. Импульстің сақталу заңын денелердің соқтығысу жағдайында да қолдануға болады. Соқтығысуды біз 2 түрге бөлеміз. Соқтығысу абсолют серпімді және абсолют серпімсіз болып 2 түрге бөлінеді. Абсолют серпімді соққы кезінде денелер импульстермен алмасады. Абсолют серпімсіз соққыда 2 дене соқтығысқаннан соң бір-біріне жабысып, бір дене құрайды да әрі қарай бір жылдамдықпен қозғалады, немесе тыныштық күйге түседі. Енді жоғарыдағы теория жүзінде дәлелденген импульстың сақталу заңын эксперимент арқылы дәлелдеп көрейік. Абсолют серпімсіз соқтығысатын арбашалардың көмегімен импульстың сақталу заңын дәлелдейміз. Ол үшін соқтығысуға дейінгі импульстардың қосындысы мен
соқтығыстан кейінгі импульстардың қосындысын есептейміз. Жаңағы экспериментте біздер бұл Spark деген эксперимент құрал, сол құралдың көмегімен біздер серпімсіз соққы жағдайындағы импульстың сақталу заңын эксперимент түрде дәлелдейміз. Ол үшін біздер Spark құралын аламыз. Бұл құралға кіретіні ультрадыбысты датчиктер, көк түсті және қызыл түсті массалары бірдей арбашалар. Егер көк түсті арбашаны біздер қызыл түсті арбашаға қарай итеріп жіберсек, қызыл түсті арбаша бастапқыда импульсы нөлге тең болды, ол қозғалмай тұрды. Сондықтан көк түсті арбашаның импульсы болып соқтығысқаннан кейін екеуі бірге бір дене құрап қозғалады, өйткені соққы серпімсіз. Мына датчиктердің қызметтері ультрадыбыс арқылы кез келген уақытта арбашалардың жылдамдықтарын өлшеп тұрады. Мына оң жақтағы датчик ол көк арбашаның жылдамдығын есептейді, ал сол жақтағы датчик ол қызыл арбашаның жылдамдығын есептейді. Сол қызыл арбаның жылдамдығы қазір бізде графикте теріс таңбалады, өйткені қызыл арба датчикке жақындап келе жатыр, көк арба оның жылдамдығын өлшейтін датчиктен алыстап келе жатыр. Санақ жүйесінің басы ретінде біздер көк арбаны өлшейтін датчикті аламыз. Тәжірибеде қызыл арбаша соқтығысқа дейін қозғалыста болған жоқ. Көк арбашаны графикте көрініп тұрғандай 0,7 метр секунд жылдамдықпен итереміз. Арбашалар соқтығысқаннан кейін серпімсіз соққы болған соң бір-біріне жабысып, әрі қарай бір жылдамдықпен қозғалады. Графикте ол жылдамдықтың мәні 0,35 метр секунд. Графикте қызыл арбашаның теріс мәнге ие болып тұрған себебі, ол арбаша жылдамдығын өлшеп тұрған датчикке жақындайды. Қызыл арбашаның жылдамдығын есептейтін датчик көк арбашаның жылдамдығын есептей алмайды. Себебі ультрадыбыстық жолында қызыл арбаша бар. Егер көк арбашаның жылдамдығын есептейтін датчикті санақ жүйесінің бастапқы нүктесі деп алсақ, екеуінің де жылдамдықтары оң мәнге ие болады. Енді есептеулер жүргізейік. Соқтығысуға дейін қызыл арбашаның импульсы 0-ге тең болды, ал көк арбашаның импульсы P2 тең M2 V2. Векторлардың біздің таңдап алған санақ жүйесіндегі OX проекциясы P2 тең 0,25 кг көбейтілген 0,7 метр секунд тең болады 0,75 кг, 175 кг көбейтілген метр секунд. Әсерлесуге дейінгі арбашалардың импульстарының OX проекциясындағы қосындысы P1 қосу P2 тең 0,175 кг метр секунд. Соқтығысқаннан кейін арбашалардың импульстері P1 штрих тең M1 көбейту V1 штрих немесе 0,25 кг көбейтілген 0,135 метр секунд шығады 0,10,875 кг метр секунд. P2 штрих ол да массалары тең болғандықтан, жылдамдықтары бірдей болғандықтан, оның да импульсы 0,10,875 кг метр секунд. Әсерлесуден кейінгі импульстарының OX проекциясындағы қосындысы және ол да 0,10,875 болды. Сондықтан әсерлесуден кейінгі импульстарының қосындысы мен әсерлесуге дейінгі импульстарының қосындысы тең болды. Сол арбашалардың көмегімен абсолют серпімді соқтығысудың да импульстарының сақталатынын дәлелдеуге болады. Ол үшін оларды соқтығысуға дейінгі импульстарын есептеп, содан кейін соқтығыстан кейінгі импульстардың қосындысын есептейміз. Егер тоқтап тұрған арбашаның массасын 2 есе көбейтсек, онда нәтиже мүлдем басқаша болады. Жаңағы екінші тәжірибеде көрінгендей, импульстың сақталу заңы тек қана серпімсіз соққы емес, және серпімсіз соққыға да орындалатынын біз дәлелдеуге болады. Біздер графиктен көріп отырғанымыздай, қызыл түсті арбаша соқтығысуға деген қозғалыста болған жоқ. Сондықтан оның бастапқы импульсы 0-ге тең болды. Ал көк түсті арбашаның соқтығысуға дейінгі жылдамдығы 0,135 метр секунд болды. Көк түсті арбашаның итеріп жібергеннен соң 0,16 секунд уақыттан соң
ол арбаша қызыл арбашамен соқтығысты. Соқтығысу графиктен көрініп тұр 0,2 секунд уақытқа созылып, 0,8 уақыт мезетінде көк арбаша тоқтап қалды да, қызыл арбаша 0,135 метр секунд жылдамдықпен көк арбашаның қозғалу бағытымен жүріп кетті. Бұл жерде есептеу жүргізбей-ақ түсінікті. Арбашалардың соқтығысуға дейінгі импульстардың қосындысы соқтығысудан кейінгі импульстардың қосындысына тең. Ол да бұл жерде 0,10,875 кг метр секунд болады. Жалпы серпінді соқтығысу кезінде энергияның сақталу заңы орындалады, ал серпінсіз соқтығысу кезінде энергияның сақталу заңы орындалмайды. Энергияның бір бөлігі ішкі энергияны алып кетеді. Келесі видеоларда біздер импульстардың сақталу заңының тұрмыста, техникада көрсетілімдерін қараймыз. Бейлер шарлардың соқтығысуы абсолют серпінді соқтығысудың тамаша мысалы бола алады. Абсолют серпінді соқтығысуда дененің импульстарымен қатар энергиясы да сақталады. Жүйенің соқтығысу кезіндегі импульстардың қалай өзгеретінін қарастырайық. Соқтығысуға дейін бір шардың импульсы болды. Қалған шарлардың импульстары нөлге тең болды. Соқтығысудан кейін қалған шарларда импульс алды. Соқтығысқаннан кейінгі импульс векторларының қосындысы бастапқы шардың импульсына тең болады. Абсолют серпінсіз соқтығысу мысалы ретінде ермек саздан жасалған массалары бірдей екі шардың соқтығысуын қарастыруға болады. Екеуінің импульсы бірдей болғандықтан және жылдамдықтары қарама-қарсы болғандықтан соқтығысу нәтижесінде олар тоқтап қалады. Енді құрметті оқушылар, Fed Simulation деген сайтта осы импульстың сақталу заңының виртуалды жағдайдағы қарастырып, біздер оның импульстың сақталу заңының орындалатын осы жерден көруге болады. Мысалы, біріншіден біздер серпінсіз соқтығысын қарастырамыз, яғни серпімділігін 0% апарамыз. Содан кейін екі шардың массалары белгілі. Бірінші шардың массасы 0,5 кг, екінші шардың массасы 1,5 кг. Егер соқтығысуға дейінгі импульстарын санайтын болсақ, және олардың соқтығысудан кейінгі импульстарын санайтын болсақ, онда соқтығысуға дейінгі импульстардың қосындысы мен соқтығысудан кейінгі импульстардың қосындысы бір-біріне тең екенін осы жерден көруге болады. Егер біздер осы шарлардың соқтығысуын абсолют серпінді қылсақ, яғни серпімділігін 100%-ға апарсақ, содан кейін осы шарлардың соқтығысын тағы қарастырып, содан кейін импульстардың соқтығысуға дейінгі қосындысы мен соқтығысудан кейінгі векторлық қосындысын есептесек, олардың да тең екенін дәлелдеуге болады. Мысалы, соқтығысқаннан кейінгі екеуінің жылдамдығы көк шардікі, жасыл шардікі плюс 0,5 болды, қызыл шардікі минус 0,5 болды. Екеуінің импульстарының қосындысы 0,75 минус 0,25 тең болады 0,5. Ал соқтығысуға дейінгі импульстардың қосындысы да 0,5 болды.
абсолют серпімді соқтығысу кезіндегі импульстардың сақталу заңының орындалатыны осы қондырғыда айқын көрінеді. Импульстың сақталу заңын механикалық есептер шығаруға қолдану үшін біздер келесі алгоритмді басшылыққа аламыз. Бірінші, инициалды санақ жүйесін таңдап алып, тұйықталған денелер жүйесін қарастырамыз. Екіншіден, денелерге әсер ету уақыты өте аз болғанда және сыртқы күштердің ішкі күштерден әлде қайда аз болған жағдайда кейбір есептерді жуықтап шығару үшін тұйықталмаған денелер жүйесінде қарастыруға болады. Кейбір жағдайларда тұйықталмаған жүйенің толық импульс сақталмаса да, белгілі бір бағыттағы сыртқы күштердің әсері болмайды. Сол бағыттағы жүйе импульсінің проекциясы өзгермейді. Яғни сол бағытта импульстың сақталу заңын қолдануға әбден болады. Есеп мазмұнын айқындайтын сызбаларда жүйені құрайтын денелердің жылдамдықтары мен импульстардың бағытын және сол векторларды проекциялайтын осьтерді көрсету қажет. Бесінші, есеп шығару барысында Ньютон заңдарының орнына импульстың сақталу заңын векторлық түрде және осьтерге түсірілген проекция түрінде жазу қажет. Мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Арқан бойымен жоғары көтерілетін маймыл. Массасы 100 кг ауа шарына арқан байланған. Массасы 20 кг маймыл арқанға асылып тұр. Жерге қатысты шар қозғалысы. Егер маймыл арқанға қатысты 1 метр секунд жылдамдықпен жоғары көтеріле бастаса, шар жерге қатысты қандай жылдамдықпен және қай бағытта қозғалады. Бұл есептің шешуі, бұндай есептер көп кездеседі, стандарт есеп. Бұл есепте біздер екі санақ жүйесін біріктіреміз. Инициалды санақ жүйесін жермен байланыстырамыз, жылдамдықтар мен импульстар векторларын проекциялайтын осьті жоғары бағыттаймыз. Шар маймыл жүйесі тұйықталған, себебі оларға түсіп тұрған күштердің векторлық қосындысы нөлге тең. Сыртқы күштердің векторлық қосындысы нөлге тең. Егер шардың жерге қатысты жылдамдығын V шар, маймылдың арқанға қатысты жылдамдығын VMA деп белгілеп алсақ, онда маймылдың жерге қатысты жылдамдығы Галилейдің жылдамдықтарды қосу заңдылығына сәйкес маймылдың арқанға қатысты жылдамдығы және шардың жерге қатысты жылдамдығы болады. Шар маймыл жүйесінің импульсы маймыл жоғары көтерілгенге дейін нөлге тең болды. Импульстың сақталу заңына сәйкес жүйенің импульсы маймыл көтеріліп бара жатқан кезде де нөл болу керек. Қарастырылып жатқан жүйе үшін импульстың сақталу заңын векторлық түрде және таңдап алған бағыттағы проекциялар үшін жазамыз. Егер маймыл көтеріліп бара жатқан кездегі шардың қозғалыс бағытын алдын ала болжай алмасақ, шар да жоғары көтеріледі деп санай беруге болады. Сонда импульстың сақталу заңын таңдап алған бағыттағы проекциясы төмендегідей болып жазылады. Осыдан шығатыны шардың жылдамдығы сан мәндерін қойсақ, минус 0,2 метр секунд. Теріс таңба біздің шардың бағыты жоғары деген болжамымыздың дұрыс емес екенін көрсетіп тұр. Яғни шар минус 0,2 метр секунд жылдамдықпен төмен қарай қозғалады. Екінші мысал. Доңғалағы бекітілмеген зеңбіректен көкжиекке 60 градус бұрыш жасай, массасы 10 кг снаряд атылды. Егер снарядтың жылдамдығы 800 метр секунд болса, зеңбіректің кейін қарай тебілген жылдамдығы қанша болғаны? Зеңбіректің массасы 400 кг. Зеңбірек снаряд жүйесі тұйық жүйе бола алмайды. Сондықтан бұл жүйенің жалпы импульсы сақталмайды. Бірақ горизонтал бағыттағы сыртқы күш, екеуіліс күші, ішкі күштерден әлде қайда аз болғандықтан, сыртқы күштерді жоқ деп қарастыруға болады. Сондықтан горизонтал бағытта бұл жүйеге импульстың сақталу заңын қолдануға әбден болады. Егер жылдамдықтар мен импульстердің векторларын проекциялайтын осьті зеңбіректің қозғалыс бағыты мен горизонтал бағыттасақ, импульстың сақталу заңының скаляр түрі мынандай болады. Зеңбіректің массасы көбейтілген зеңбіректің жылдамдығы тең снарядтың массасы көбейтілген снарядтың массасы көбейтілген косинус альфа. Осыдан зеңбіректің жылдамдығы
10 метр секунд жылдамдықпен солға жылжитыны көрінеді. Импульс күшінің тұрмыста, өндірісте, техникада ескерілуі және қолданылуы. Мысалы, өрт сөндірушілер бронспойытты, су атқылайтын шланг ұстап тұру үшін 2 адам бірігіп ұстамаса, атқылап жатқан судың импульс күшінің әсерінен бронспойт қолдан шығып кетуі мүмкін. Өз бетімен орындалатын жаттығу мынау. Мысалы, массасы 100 кг қозғалмай тұрған арбашаға массасы 50 кг адам 6 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп келіп қарғып мінсе, арбаша мен адам әрі қарай қандай жылдамдықпен қозғалады. Бұл да стандартты есептер. Импульс күшінің табиғатта, тұрмыста, өндірісте, техникада ескерілуі және қолданылуы. Автомобильдің соқтығысуы, зымырандардың ұшуы, реактивті катерлер және теңіз су асты жәндіктері. Реактивті күш тұйық жүйеге кірмейтін басқа денелермен әсерлеспей-ақ пайда болатын күш. Мысалы, жеткілікті доп жинап алған адам қайықты ескексіз-ақ тек ішкі күштердің әсерімен қозғалта алады. Импульстың сақталу заңына сәйкес, допқа импульс берген адам да онымен бірге қайықта импульс алады. Ауа толтырылған резеңкі шар реактивті қозғалыстың ең қарапайым мысалы болып табылады. Резеңкі шарды жіптің бойымен жіберсек, ауа бір жаққа қозғалады да, резеңкі басқа жаққа қозғалады. Кальмарлар мен сегізаяқтар реактивті қозғалып, су астында 60-70 км/сағатқа дейін жылдамдықпен қозғала алады. Бұл жерде де біздер реактивті қозғалыстың мысалын көріп отырмыз. Мысалы, кальмар суды өзінің бауырына жинап алады да, үлкен жылдамдықпен кейін қарай лақтырады. Сол кезде кальмар судың бағытына қарама-қарсы қозғала бастайды. Біздің дәуіріміздің алғашқы мыңжылдығының соңында Қытайда оқ-дәрі толтырылған бамбук түтігін реактивті қозғалысқа келтірілген. Алғашқылардың бірі болып Исаак Ньютон реактивті қозғалтқышы бар автомобиль жобасын жасаған. Реактивті қозғалысты космонавтикада және авиацияда қолдану. Реактивті қозғалыс дегеніміз қоршаған ортамен әсерлеспей-ақ қозғалатын қозғалыстың ерекше бір түрі. Мысалы, зымыранның реактивті қозғалысқа түсетінін қарастыратын болсақ, кез келген зымыранда екі денеден тұрады деп қарастыруға болады. Ол зымыранның сыртқы қабаты, қабығы және зымыранның ішінде отынмен толтырылады. Отынмен толтырылады. Содан кейін отын жанғанда, отын үлкен жылдамдықпен, бұл жерде сопло деп жерден шығатын газдың жылдамдығы 2000 метр секундқа дейін жетеді. Сол кезде біздер көріп отырғанымыздай формадан шығып жатқан газдың массасы ракетаның сыртқы қабатының массасына қатынасы кем дегенде 4 есе болу керек. Әйтпесе біздер импульстың сақталу заңына сәйкес ракетаға бірінші ғарышта жылдамдық бере алмаймыз. Константин Эдуардович Циолковский, орыс халқының көрнекті ғалымы, реактивті қозғалыс принципін қолданып, ғарышқа ұшу мүмкіндігін дәлелдеді. Ғарыш кемелер техникасының негізін қалаушы. Ғарыш кемелердің конструкторы Сергей Павлович Королев. Бір 1957 жылы 4 қазан күні Мәскеу уақытымен 22 сағат 28 минутта Байқоңыр ғарыш айлағынан әлемде бірінші болып жердің
жасанды серігі, орысша айтқанда искусственный спутник Земли, старт алды. Алғашқы жасанды серіктің диаметрі 580 мм, массасы 83,16 кг болатын. Жасанды серік ғарышта 92 күн болды. Адамзат тарихындағы алғашқы ғарышкер. 1961 жылы 12 сәуір күні Восток ғарыш кемесімен бірінші болып Юрий Алексеевич Гагарин ұшты. Алғашқы Восток ғарыш кемесінің схемалық түрі. Жалпы қазір ғарышты игеру үлкен қарқынмен алға басып келе жатыр. Біздің елімізде де ғарышты игеру үлкен жоспарда тұр. Біздің Байқоңырдан соңғы кезде көптеген ғарыш кемелері космосқа ұшып жатыр. Ғарыш кемесінің негізгі мақсаттары байланыс, телекоммуникацияны қамтамасыз ету. Адамзаттың 20 ғасырдағы ең маңызды ойлап тапқан жетістіктерінің бірі ол реактивті қозғалғыштың көмегімен ғарыш кеңістігіне ұшып шығу. Сіздердің алдыңызда жатқан ноутбукке мына парақшаларды толтыруыңызды сұраймыз. Сіздер оны толтырғанша мен Байқоңыр жайлы қысқаша айтып өтейін. Биылғы жылы 2014 жылы шілде айында мен оқушыларды бастап Байқоңыр қаласында барып қайттық Байқоңыр қаласына. Сонда Байқоңыр қаласындағы көптеген ғарыштық объектілерді көрдік. Сол объектілердің бірі, мысалы, старт алаңдары, вертолеттен түсірген суреті мынау. Негізінде алғашқы старт алаңдарын салғанда қопарылыс болып кетпеу үшін газдың шығатын каналдарын өте терең қазған. Соңғы кезде ол артық болғасын, соңғы кезде кішкене бұл газ шығатын каналдарды онша 45 метрге апармайды, одан кішкене тайыздау шығарады. Мынау қазір суретте көрініп тұрған біздің ракета, ұшуға дайын ракета. Осы биыл 2014 жылы біз протон зымыранының ұшуының куәгері болдық. Түнгі сағат 2-де Астана уақытымен санағанда ұшты. Сол кезде біздер протон зымыраны ұшырғанның куәгері болдық. Енді бүгінгі сабағымызға қысқаша шолу жасап өтетін болсақ, жалпы біздер импульстың сақталу заңын 9-шы класста оқыған материалдар тереңірек тағы да оқып шықтық. Импульстың сақталу заңының қай жерде қолданылатынын, тұрмыста, техникада қалай қолданылатынын қарастырдық, және де импульстың сақталу заңын есептеу шығарғандағы қолдану аясын қарастырдық. Назарларыңызға рахмет.